Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы организм реактивтілігі мен резистенттілігі туралы түсінік. Бүгінгі сабақта мал организмінің реактивтілігі және резистенттілігі, реактивтікке әсер ететін факторлар және де резистенттіліктің түрлері жайлы өтетін боламыз. Резистенттілік дегеніміз төзімділік, организмнің патогенді факторларға төзімділігі. Төзімділіктің айқындалуының формалары әртүрлі болып келеді. Мысалы, тері мен шырышты қабат микроорганизмдердің енуіне тосқауыл қызмет атқарады. Біріншілік төзімділік, тұқым қуалаушылық, организм өзінің конституциялық ерекшеліктеріне байланысты сыртқы патогенді микроорганизмдердің енуіне, өсіп-өнуіне, ауру тудыруына жағдайлы ортасы жоқ. Екіншілік төзімділік жүре пайда болған төзімділік. Инфекциялық аурулардан кейінгі, егулерден кейінгі иммунитет. Пассивті белсенсіз төзімділік. Организмнің барьерлік жүйесінің шырыштық қабат, тері, бактериоциттік факторлары. Атап айтатын болсақ, асқазандағы тұз қышқылы, сілекейдегі мезоцим, тек иммунитет. Активті белсенді төзімділік. Қорғаныс, бейімделу және компенсаторлық механизмдердің қосылуымен қамтамасыз етіледі. Фагоцитоз, антиденелердің түзілуі, токсиндердің залалсыздандырылуы және шығуы, стресс гормондарының бөлінуі, тыныс алудың және қан айналымының өзгеруі, қалтырау және де тағы да басқа жатады. Реактивтілік пен төзімділіктің түзілуі организмнің конституциясына, зат алмасу ерекшелігіне, жүйке, эндокрин, иммунды жүйелердің жағдайына, жасына, жынысына, сыртқы ортаның жағдайына байланысты болып келеді. Мал организмінің реактивтілігі. Реактивтілік мал организмінің сыртқы және ішкі әсерлерге, атап айтатын болсақ, инфекция, суық, ыстық, стресс, уыттар, қалай және қаншалықты жауап қайтаратын білдіреді. Яғни, бұл организмнің жауап беру қабілеті. Мысалы, инфекция түскенде дене қызуының көтерілуі, аллергиялық реакцияның пайда болуы, стресске гормондар арқылы жауап беруі. Реактивтілікке әсер ететін факторлар жасы, жас мал мен кәрі малда әртүрлі, тұқымы, жүйке және эндокриндік жүйенің жағдайы, азықтандыру деңгейі, ұстау жағдайы, мал организмінің резистенттілігі. Резистенттілік организмнің ауру тудыратын факторларға қарсы тұру, төтеп беру қабілетін айтамыз. Бұл организмнің қорғаныш күші. Мысалы, иммунитеттің жоғары болуы, инфекцияға шалдықпай аман қалу, суыққа немесе ыстыққа төзімділік. Резистенттіліктің түрлері туа біткен немесе табиғи, генетикалық ерекшелік, жүре пайда болған, вакцинация, бұрын ауырғаннан кейін. Реактивтілік пен резистенттіліктің байланысы, реактивтілік қалай жауап береді, резистенттілікті қаншалықты төтеп береді дегенді білдіреді. Реактивтілік жоғары болғанымен резистенттілік төмен болуы мүмкін. Мысалы, өте қатты қабыну, бірақ ауруды жеңе алмау. Ал ең тиімдісі реактивтілігі де, резистенттілігі де теңгерімді организм болып табылады. Сиыр организмнің реактивтілігі мен резистенттілігі. Реактивтілігі сиырда қабыну реакциясы айқын дамиды. Инфекцияға жауап ретінде дене қызуы тез көтеріледі. Зат алмасу бұзылыстарына кетоз, ацидоз сезімтал келеді. Мастит кезінде желін тез ісініп, қызарып, ауырсыну байқалады. Бұл сиырдың жоғары реактивтілігін көрсетеді. Резистенттілік жақсы азықтандырылған сиырда иммунитет жоғары, суыққа төзімді, бірақ ылғал мен лас ортаға төзімсіз болып келеді. Вакцинация резистенттілікті едәуір арттырады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.